Benim sana yaşlı kanalım var. İmal olsun, şaşak bir göz var. Oy! Kapat digin ay. Ay ay ay. Balam. Evet. Bunun ne? Hani şimdi ne? Oyun mu oldu? Kesin buradaki. Balam, bir zaman bu telefonda anday maksatla faydalanır gerektiğini yönde sindirip aytkan yok mu? Endi bunun ne? Ha? Жарайды, былай істейміз. Кей, бүгіннен бастап мен сені спорттық үйірмеге беретін боламын. Қандай спорттaki? Кәдімгі Қажымұқан атамыз сияқты шымыр болсын деп, мен сені қазақша күреске жаздырамын. Ой, әке, мен күреске қатысқым келмейді. Неге? Ой, анда балалар күресем деп бір жерлерін ауыртып алып жатыр ғой. Жоқ, олай емес. Күреске қатысқан бала шымыр болады. Өскен соң да ешқандай қиындыққа мойымайтын, нағыз ер азамат болып өседі. Және былай істейміз. Егер сол үйірмеге, спорттық үйірмеге барып қатысатын болсаң, мен саған телефон ұстауға рұқсат беремін. Ал егер қатыспайтын болсаң, онда мен саған телефонды мүлдем бермеймін. Келістіңіз? Жақсы әке. Бар. Ендеше мектепке барып спорттық үйірмеге жатырмыз. Ойын. Ulan қалай арылса екен, ә? Негізі кінәнің іші өзімізде де бар. Бала көрген істейді. Үйге келеміз жұмыстан, телефон қараймыз. Тамақ ішіп отырамыз, телефон қолымызда. Жатырамыз, телефон қолымызда. Бізден көрген істейді де не істейміз? Оған бір аман табу керек. Кел бұның. Алай, жаттығу болай өтті. Шаншырадым әке. Бірақ маған ұнады. Жарай келесі кішкене жат, демал ба. Әке? Ау? Қолыңыздағы не кітап? Бұл ма? Бұл 70 балуан деген кітап. 70 балуан? Иә. Қызық екен. Не туралы? Не туралы дейсің бе? Қане, қазір оқып берейін. Кел. Өзге дәуірден бір шақта ғасыр жарым сірә шегініс болмады бұның тегініс. Бұдан болған кез қазақ, тәуелді болсаң көп мазақ. Биледі елді жатызғар, губернаторлар, ояздар. Сол ояздың біреуі арылап елді жүреді, өкім етіп, шешім шығарып, орындамаса оны ел қарып.
халықты алды еріп, сөз сөйлейді бұйрық. Ал қазақтар келіңдер, күшімізді дағы көріңдер. Мынау менің палуаным, мықтының жеңген алуаным. Жеңген жанға алтын бар, жеңілудің шарты бар. Жеңімпазға қанжар берілер, жеңілген оған ірілер. Орыс палуан ірі екен, адам емес пөл екен, және шарты тым қатты, алтынын да жанды етті. Табыла қоймаған ешкім маңайды, жаннан безу оңай ма? Осылай боларын білдім анық дегенде губернатор масаттанып, палуанымыз шықты, басып-нақ. Жол берді оған ел танып. Жас емес жігіт ағасы, егде тартты демесең, жауырыны жерге тимеген 70 палуан елдің панасы деп таныды оны жұрт. Ымдады Ояз, көзін құрт. Менсінбей тұрған орысың жармасты бірден жағаға. Қызыққа батқалы Ояздыр, басталса екен деп азар тұр. Ояз өзіне сенімді, талайлар бұл дәуден жеңілді. Жеңдерін түріп палуандар алыса кетті. Қосыланды, сарт-сұрт дыбыс шаң шықты. Орыс палуанның бойы биікті, жастау әрі иықта, демін тартып ішінде жұрт қарап тұр палуан дәрісіне. Ойланып қалды Оязда, күтіп келді салбайда, берсер емес қазақта, қалар мәкен өзі мазаққа. Аруақ тегісті шалт қалды, өзіне тән әдіспен айналдырып әкеп лақтырды. Орысқа сор боп салмаға гүрс етіп жерді қармады. 70-тің астында қалады, есінен танып барады. Мәз майрам болды қауымы, қырқылдай шықты дәуіні. Ояз тұр дымда қалмай, шарасынан көзі шығардай басылды елдің үрейі. 70-тің үстен мерейі. Бәрінен бұрын шарт қымбат, ұсынды қанжар бір солдат. Жұрттың да несі қылар деп, өлімге қалай қияр деп. Ұсынған оған қанжарды дәугемес жерге қадады. Көрермен бұны қомалды. Ояз жұртты менсінбейтін паңжанды. Бірақ қазақ палуанына таң қалды. Сөз де болмай сол сәтте Ояз ойын жеткізер, ашудан іштей булығып, мойындады жеңісін 70-тің. Сөзімізге тұра алмасақ, болар сірә бізге сан. Жеңімпазға табыстаңдар, өдетілген жүлдесін. Қайда салар жерің, бергенін мол қарпыл ал. Жомарт ұлық қолынан жолың болды, алтын ал. Қабыл алды палуан сыйды, өзін емес, халық үшін. Тосы сонда түгел емес, етегінің бір үшін. Борап жұрттан ақыл кеңес, шу айқай. Етегіңді түгел тоссай, естеймісің, 70-ай. Жұртпен бірге аң-таң болып, ойлап қалды Оязда. Мынаның күші көпте ақыл ой таяз ба. Алтын емес, қаладым мен сый тартудың басқасын. Және білем, ол сыйлықтың алтыннан да аспасын. Жер берсегер, бір өгіздің терісімен қамтитын, болар еді маған сол сый, бар алтынға татитын. Сұрағаның шыныменен бір өгіздің терісі, соққан жоқпан мұны өзіңді қырдың шынымен перісі. Ояз ойлап, бұл қазақтың ақылы кен дырауы. Алтыннан да қымбат көрсе, болсын деді қалауы. Сұрайды жұрт аң-таң болып, бірін-бірі түртпектен. Ұқпадық қой, 70 палуан құшақ жүрді қайтты деп сонымен бұл іске нүкте қойылды. Бауыздалып ұзамай, бір дәу өгіз сойылды. Қасапшының ісінен шеберлігі білінді. Жіп-жіңішке таспа жіп, бұл теріден тілінді. Сол таспаны қолға алып 70 келді ұлыққа. Өткендегі сөзіміз әлі берік анық па? Расталған соң уәдесі жіппен біраз аумақты қоршап шығып, таңғалған жұртты біраз шулатты. Ұзын екен бұл жіпте, қоршап жатыр бітпестен. Алтыннан мол алмады деген күңкіл шықты естен. Бұл жер біздік дейтұғын сансыз қадақ ағылды. Жіпті келген палуанға ерген халық ағылды. Таспа жіппен қоршалды алқап сулы, шырайлы. Бір қауымның күніне бұл молынан жарайды. Даналығын палуанның орыс, ұлық, сонды ғып, дау айтпа далайда. Даусы шықпай қымығып. Көріп жүрген кезінде ақ бодандықтың азабын,
арқасында палуанның жер иеленді қазағым. Құт мекен болып біразға, малға, адамға ұнады. Сол қауымнан өрбіген мыңдаған ұрпақ тарады. Бұның бәрін білгенде арылмай әсерден шат көңілмен айтты бала: Палуан болам, әке, мен. Әке, мен де 70 палуан сияқты қазақтың намысын қорғайтын ер азамат болам. Ой, бәрекелді. Сабақпен қатар спортқа да көп көңіл бөлуге уәде беремін. Міне. Бұл кітаптың мақсаты осы болатын. Ал жүр, тамағың іші бар. Міне, телефоным уәде. Әлгі кітапты алсам бола ма? Сыныптастарым оқып деген деген. Жарайды. Ол дұрыс. Ал оқы. Өзіңде оқы, сыныптастарыңа да оқы. Рахмет, әке. Бәрекелді, рахмет. Өнерлеріңіз өрістей берсін, өздеріңіздей өресі биік өнерпаздарыңыз көп болсын дейміз. Әйгерім Мекаман жала сурет көзбен көретін, өлең көзбен көретін сурет депті. Тек қана қазақ балалар әдебиетінің алтын қоры емес, қазақ театрының да балаларға арналған қойылымы тағы қымбат құнды репертуарымыз болғаны деген ойдамыз. Бұл осы 70 балалардың көрінісі соның бір көрінісі айғағы. Енді бүгінгі біздің басқосуымызға барлық өңіріміздегі зиялы қауым өкілдері өз алдына жас оқырмандарымыз. Сонымен қоса бүгінгі шарамыздан шекпенді азаматтарды да шет қалдырмадық. Ендеше бүгінгі шарамыздың шұғылдығын ашып беру үшін алғашқы сөзді Батыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Бақытжан Халелұлы Нарымбетовке, облыстық мәдениет және тілдерді дамыту басқармасының басшысы Сайран Темірғалиұлы Дүйсенбекке және де облыстық білім басқармасының басшысы Айгүл Әділгерейқызы Мыңбаеваға береміз. Құрметті ағайын, құрметті оқырмандар, облысымыздың тарихи әдебиет еңбектерін зерттеп, қоғам өлкенің рухани байлығын молайтуға зор үлесін қосып жүрген жандос Айдоллаұлы Ғафуридің рухты намысты жігерлерді шырайтын жаңа жобасының нәтижесін дүниеге келген анимация арқылы, театрализация арқылы көріп отырған 70 балуан атты кітабының таныстырылымына жиналып отырмыз. Бұл балаларға арналып жасалған осы уақытқа дейін бәріміз айтамыз, осы қазақтың қашан көрінісі шығады. Біздердің балаларымызды жаңа форматта өзіміздің таптық дәстүрімізге, өзіміздің әдет-ғұрпымызға, тілімізге, тәрбие бағытындағы осындай бір әдіс тәсілдерді пайдалануға дүниеге қашан шығарып жүргенбіз, оңтүстікте болмаса Алматы астанада осындай дүниелер шығып жатқанын естиміз. Біздің өнерімізде тұңғыш рет осындай комик жанрында жазылған әңгіме балалар жылында ықыласпен жүзеге асырылған үлкен еңбек деп санаймын. Сондықтан да балаларымызды телефоннан арылтуға, телефоннан тәуелділіктен арылтуға, бұл тек қана балалар арасында ғана мәселе емес. Қазір өздеріңіз білесіздер, жас кәрі демей бәрі де Фейсбукта отырады, Инстаграмда отырады, әлеуметтік желілерде ютубтан шығарып отырмыз. Балаларымыздың тілдері ютубта қарап отырып, басқа тілдерде шығып жатыр. Осы ана тіліміз емес. Сондықтан да осындай мәселелер ешкімге жасырын емес. Бұдан денсаулық пен ой санамызға келетін зиянның қаншалықты екенін аса көп мән беріп жатқан жоқпыз. Ата-аналар смартфонды қазіргі кезде сәбиін жұбату үшін, көңілін аулау үшін, жұмысқа кедергі келтірмеу мақсатында қолданып жүр. Оны баршаңыз жақсы білесіздер. Осыдан келіп телефонға деген тәуелділіктің қай уақытта болсын қалай болғанын аңғармай қалып жатамыз. Әңгіме алдымен осындай мәселе туындаған ата-ананың баласының бойында
ойында зиян ететін артудың жол іздеулері басталады. Сондықтан да бұл жолда дана халқымыздың тәрбиесі мен тағылымынан, ұлттық спортынан осы жақта көрсеткендей 70-дей балуан баламыздың өнерлі жолынан табады деп ойлаймыз. Оқырманға жолдап, жаңа туынды жас ұрпақты саламатты өмірге, елін, жерін сүюге, өз денсаулығына мән беруге, спортты серік етуге, жан-жақты баға 8 қырлы бір сырлы болып қалыптасуына өзі үлкен әсерін тигізеді деген ойдамын. Бұл жобаның авторларына шығармашылық табыс тілейміз. Өскелең ұрпақтың тәрбиесіне бағытталған бұл істеріңізге сәттілік тілеймін. Бұл кітапты біздер әріптестерімізбен бірге өңіріміздің оқу орындарына, мектептерге, кітапханаларға, аудандарға таратуды жөн көріп отырмыз. Осы бағытта Жантасына Гүлбалдымен 70 балуаннан басталған жоба жалғасымен, махаббетпен, исатаймен біздің кішкентай кезімізде әжелеріміз оқыған ертөстік, алпамыс, қоғамды қамба жырларымен жалғасып, комикс түрінде жаңа форматта жүзеге асырылатын жобалардың бір бастамасы бірінші баспалдағы десек болады. Сондықтан жәке өзіңізге осы комиксті шығарудағы үлкен шығармашылық топқа зор ықыласымызды, зор алғысымызды білдіреміз. Осындай дүниелер балаларымызды дұрыс бағытқа бұратын, осындай дүниелер көбейе берсін. Іске сәт дейміз. Рахмет. Алғашқы қадамымыз құтты болсын. Жаңа бақша төреші өттік, біздерде атыласын отырмыз. Осындай дүниелер газеттердің тек қана балдарға емес, жаңағы смартфоннан жүргендер көрде басқартуына себепші болатынына сенімдеміз. Өйткені біздер қазір өзіміздің бәрімізге балдарды алған үшін смартфон бере жатыр. Осындай дүниелермен біздер балалардың ой өрісін кітапқа деген, кітапты оқуға деген қабілетін қайтадан арттыратын жақсы дүние болғанымыз көрсетеді. Сізге тек қана шабыт тілейміз, шабытыңыз газете жөне берсін. Осы кітапыңыз можно. Жақсы заманда біздің балаларымыз отыр, әріптестеріміз отыр. Бұл шараның негізгі жетпіс балаларға арналған кітабының тұсаукесері. Бұл өте бір жақсы есте қаларлық. Жаңа кішкентай көріністің өзіне есте қаларлық тұрса, себебі 2022 жылы сіздер баршаңыз білесіз, балалар жылы деп жарияланған. 2022 жылы балалар жылына арналған жасыл шамаға 70 балалардың кітабы. Енді осындай біздің тек қана бюджеттің қаржысына бөлініп жатқан шаралар емес, одан басқа да осындай өзіміздің өңірдің азаматтарының осындай шараларды қолға алып жатқаны баршамызды қуантады. Жүректе ең көбірек қалатын сәтті осы деп ойлаймын. Өткенде баршаңызды білесіз, облыс әкімінің қабылдауында болды. Біздің өңірдің осындай өзіңіздің әріптесіңіз Ерлан деген азамат балаларға арналған жас талап деген өнер орталығын ашып, балалармен бірге алғашқы қолғанып деген фильм түсірген болатын. Ол фильмде осы балалар жылына арналған мына шарада балалар жылына арналғаны әрине өте жақсы бір балаларға арналған үлкен сыйлық деп ойлаймыз. Қазір біз 3-ші жыл болды өңірімізде оқуға құштар бағдарламасы жүріп жатыр. Барлық мектептерде мемлекеттік тілдегі көркем әдебиеттер көптеп біздер қамтылуда. Соның біреуі балаларға арналған осындай жақсы кітаптың дүниеге келуі өте қуантарлық. Жалғасын дегіміз келеді. Табыс тілейміз. Жантас Ерғожа. Сәттілік. Рахмет. Мағай ағыз мың сәуле бар келгенде шақыратын, бір сәуле бар жанында отыратын, соны таппай ешқашан оқылмайтын бір кітаптар көзайын оқылатын, сол сияқты көзайын оқылатын. Оқырманның қолында шаруаның, балалардың қуанышында жүріп, бозамыз кітап болсын дейміз. Енді әрбір жаңа туынды жарыққа келген кезде қанша жерден сыншылар қауымы ол туындының жер көккеске ұштай нақтап қаратпаса да, немесе жерден алып жерге салып сынаса да, бәрібір өзінің ішінен шыққан шұбар жырлары туралы
авторының да өз айтары болатыны белгілі. Жалпы осы жаңа бейнекөріністен көрген 70 балуанның ерлігін тастабас елге кеңінен танысып көру идеясы қашан, қайдан, қалай пайда болды? Соған тоқталып өтсеңіз, әңгімеңіздің әкесасын бостамасыңыз. Көп рахмет. Құрметті елі бөлгілердің тұсаукесеріне таныстырылуға келгенін айтады. Қош келдіңіздер. Кішкентайынан жерге оқырмандарымыз отыр. Осы шараға қатынасып, оқиғасынан сәйкес осылардың болашағы үшін қуаныштымын, қош келіп жатыр. Сонымен қатар жалпы мұнда жұмыс жасалғаннан келгенде мемлекетінде қолдау осы бағыттарлардың да біздерді күнделікті жаңағы жағдай жасауға тырысу, бұл қуантады. Осы жерде облыс әкімінің орынбасары Қамшат білім басқармасының басшысына мәдениет басқармасының басшысына Қайрат Темірғалиұлы, басқа да мемлекеттік барлық органдардан келіп отырған азаматтарға ризашылығымды білдіремін. Біз осы арқылы жалпы біздің жұмысымызда мемлекеттің бөлімі саясатының ресурс жатқанына көзіміз жетіп отыр, біз ерекше қуаныштымыз. Сонымен қатар жалпы бұл кітап шыққан кезеңде кітапша оған көп үлес қосқан адамдар өте көп. Сол адамдардың бірі бұл жерде ортамызда отырған Бақжан Тұрматұлы, осы балуан курстарын алуға көзге танысқандар. Мәтінін жазып, өлеңден құраған Нұрлан аға, Нұрлан Қуанышұлы отыр. Осындай келіп жатқан барша азаматтарға осы кісілердің жаңағы еңбегіне мен әрдайым алғысымды білдіремін. Сонымен қатар журналист асылаты ұрпақтары және сол алған жерінде өсіп өркен ұрпақтардың атынан жаңағы шараған ұрпақтары келіп отыр. Бұның барлығы мені қуантады. Енді жаңағы сіздің жалпы сауалыңызға келетін болсақ, бұл кітапша негізінде 2022 жылы дайын болды. Бірақ оған жалпы зерттеу жұмыстарымыз оған өте ертеректен басталды. Біз 2022 жылы осы қорытындысын жасап, тамыз айының басында шығардық, дайындадық. Бірақ та Айдос республикалық қатынасы болғаннан кейін соның талабы бойынша талабы керек болды. Біз соған қаратпай кішкене кежеп, мінекей осы бүгінгі күнге алып келдік. Бүгінгі күнге келіп алып келген кезеңде мына бірінші тақтанға сұхбат келіп жатыр. Осындай көп мемлекеттік органдардың, оқырмандардың, кітапханашылардың барлығының осы бүгінгі күнге келіп осы шараны ұйымдастыру қуантады. Соның ішінде жалпы осы кітап шыққаннан кейін 70 балуан кітабын естігеннен кейін Орал қаласындағы мәдениет және тілдерді дамыту бөліміне қарасты Орал қаласы кітапханалар жүйесі бар. Соның басшысы Кәрім. Сол кісілер өздері бастама жасап, біз осындай кітапханаға алайық, өз еріктерімізді сатып алулар. Одан кейін бүгінгі іс-шараның негізгі ұйымдастырушысы сол кітапхана жүйесі. Сондықтан осыны бізге ұйымдастырып беріп отырған кітапхана жүйесіне мен шынайы алғысымды білдіремін. Егер рұқсат етсеңіздер, мен ары қарай осы жерде жалпы сіздер көріп өтсеңіздер, бұл кітапша қалай дайындалды, неден басталды деген кім-кімге де ой болатын болады. Оның барлығы тарихи нақты фактілердің негізінде жасалынды. Сондықтан мен сіздерге бір слайд көрсетіп, туш өтіп өтсем. Мына екі адам, олар осы біз бала кезімізде мына қатысты осы жаңағы айтқан әңгіме. Ең бірінші Майболла Сақұлбаұлы, әкеміздің аузынан естідік, екінші Төлеген Сақұлбаұлы, біздің әкеміздің естідік. Біз бала кезімізде осы әңгімені естіп едік. Бізге бұл ақпарат жеткізген алғашқы осы адамдар. Одан кейін мынадай кітап бар, 300 асқар деген, кейін Ахметовтың шығарған. Осы кітаптың ішінде де жаңа біз айтқан мәліметтердің барлығы жазылған екен. Яғни біз бұдан хабар өстік, бұл кітапты бөлек ақы шығарды, бізге қатысы жоқ, бірақ олардың алдында да осы әңгіме бар екен. Одан кейін, мынау 2013 жылы біз жалпы осы 70 балуанның оқиғасы шын мәнінде болған оқиғалар олай емес пе деп ойлап, арнайы мақала жазып, соны ана журналына, Орал газеттеріне жариялаған болатын. Бұл 2013 жылы. Сол кезеңде балуанның тікелей ұрпақтар жайында әзірге ешқандай дерек жоқ. Бұл бағытта қандай да бір мәлімет берсек, журналымызды қабылдауымызды өтеміз деп хабарландыру берген болатынбыз. Өздеріңіз сол кезеңде көпшілігіңіз білесіздер, біз топтастар зерттеумен айналысып жүрдік, 70 балуан топтасын іздедік.
кездестіре алмай жүрдік. Өйстіп 2013 жылы газетке журналға хабарлама берген кезінде біздер осы қайта барып ұрпақтарын таба алмай жүрдік. Бірақ мына бір бағытты естіп, өлеңді сайлық елді мекендердің бағытында болуы мүмкін, мынадай бір құлпытастарды іздеп, аяқтай барып, сол жақтағы өлкетанушылармен кездесіп, ауызша айтты, бірақ құлпытасын кездестіре алмады. Одан кейін Сейфолла Құмарұлы деген қазір орталарымызда болды, Қалуанның аталасына қарайтын тағы осы кісі бізге хабар ашып, көп деректерді осы Сейфолла аға бізге берді. Осы Сейфолла ағаның айтуыменен біз 70 Қалуанның құлпытасын анық біліп көрдік. Қазіргі таңда бұл жерге арнайы фильм қойылды. Мынау жаңа тұрғанның құлпытасы, мынау аудармасы сол құлпытасын. Содан кейін бұл жерде Нұртас Нұрбекұлы осыған қатысты арнайы мақала жазды, мақала дайындап, мына журналға 2016 жылы 70 Палуан ұрпақтары, соның ішінде Аббас деген баласы, Алашордадағы далалық сотының төрағасы болған, 1937 жылы Ақтөбе қаласында ұсталып, халық жау алған ату жарысына кесілген мықты біздің қазақтың мықты тұлғасының бірі болған. Сол жөнінде айтып, біздер арнайы материалдар шығардық. Содан кейін жалпы 37 жылы осы баласы ұлы Аббас ұсталған білгеннен кейін біз мынау 2017 жылғы біз Ақтөбедегі полиция департаментіндегі архивке сұрау жолдадық. Сол сұрауда жалпы Аббас Жетпіске қатысты дерек мәліметтер бар ма? Біздің сұрауымыз бойынша мінекей ол Ақтөбедегі архивте бар екендігі жөнінде дерек келді. Арнайы анықтама берілді. Ең қызығы мінекей мына тұста болып тұр. Мынау анкета арестованный дейді. Бұл Аббас Жетпістен ұсталған кезеңдегі толтырылған анкетасы. Осы анкеттің ішінде из 7 профессионального борца деп жазылып тұр. Яғни бұл ескілікті айтылған ауызша айтып бізге келген әңгіменің шын мәнінде де шындықпенен ұштасып жатқандығын нақты дәлелдеп ескеріп салайын. Себебі әкесінің қазіргі кәсіби күрескен адам палуан болғандығын дәлелдеп тұр. Ол енді 70 палуан. Мінекей, содан кейін біздер жалпы осы 70 палуанды жалпы кітап қылып өзіне шығаруға дайындалдық. Бірақ бұл 70 палуанды неге біз кітапша қылып шығаруға мақсат тұттық? Оның негізінде жаңа облыс әкімінің орынбасары Бақытжан Қадырұлы барлығына тоқталып айтып өтті. Жалпы бүгінгі қоғамда үлкен өзекті мәселе бұл ата-ана мен баланың арасындағы қатынас және баланың тәрбиесінің мәселесі. Сол арқылы мемлекеттік қауіпсіздік. Біз қазір ойлаймыз, біздің тәуелсіздігімізді тек қана қару-жарақпен ғана қорғай аламыз деп. Шын мәнінде әр баламыздың орнына ұлттық қауіпсіздік сақтау арқылы біз елімізді сақтап қорғай аламыз. Сондықтан сол бағытта біз не жұмыс жасай аламыз деген ой келді. Содан халыққа үлгі болатын, халыққа қызықты болатын шынайы тарихи оқиғаны балаларға қызықтырып беруіміз керек деген шешімге келдік. Себеп қазіргі таңда мысалы ұлтты тапсырған кезінде балалардың көпшілігі өте төмен балл жинайды. Екінші тарихты оқуға қызықпайды. Себебі тарихты қазіргі таңда қалың том болып жазғанымен ол балаларға бәрібір қызықсыз. Содан біз ойлана келіп балаларға қызықты форматта ұсынуымыз керекпіз. Соның қызықты форматтары комикс жанрында. Енді комикс жанрында жасаған кезеңде оның бір кезекте мәтін дұрыстап құрауымыз керек. Біз оқиғаның барлығы жүйесін білеміз. Бірақ осыны қалай құраймыз деген кезеңде мына ортамызда отырған Нұрлан Қуанышұлы осы біз өтініш айттық. Осы жағдайдың барлығын жаңағы айтып жеткіздік. Содан кейін Нұрлан аға осы мән-жайды таныс болғаннан кейін өзге өлеңмен құрады. Біздер қайта құралған өлеңді осы ой қосып, әр жерлерді өзімізше өзгертіп, жаңа сіздердің алдарыңызда көрдіңіздер ғой, сондай деңгейге шыққанша көп жұмыстан. Ең бірінші біз бұл суретті 2020 жылы карантин басталған кезеңде салып бастадық. Мына суреттерден қарасаңыздар, ана баланың басында мынадай несі бар, маскасы бар. Масканы салдық. Өзімізше сол кезеңмен байланыстырғымыз келді. Бірақ бізге мына бағандығы біздің суретшіміздің бір түрлі суреттердің бәрін қарасаңыздар, бір түрлі бір өзге болып өкілдерде ұстайды. Біздің қазақтарымыз шетелдіктерге ұстайтын болды. Себебі суретшіміз біздің қытайда оқыған болғалы, сондықтан бізге бұл нұсқалық ұнаған жоқ. Бірақ негізгі жалпы сол нұсқаларды салып, ол бізге үлкен көмек болды. Біздің 2020 жылы бір жылды осы сурет салып алғымыз келіп қалды. Бірақ біз ойлағандай нұсқа болмағаннан кейін біз бұны жалғастырмай басқа суретшілерді іздедік те
екінші суретшілер жұмыс жасап, мінекей ол суретшінің салған мынау айтқан кезінде басты салып басталатын кезеңдегі суреттері әлі боялмаған кезеңде. Осында суреттер бізге өзімізге ұнады. Осындай қылып жаңағы қантты боянып, қазіргі сіздерді жаңағы көріп өткен комикс болып жасалды. Жалпы жаңағы кітапшаның соңғы жағында мынадай арнайы нелер бар, жаңағы балалар жақсы қабылдау үшін сұрақтар бар, сол сұрақтарға жауап берсе, балалар бұл кітапшаны жақсы еңбек етеді. Енді жалпы кітапшаның шығу тарихы негізгі осы. Рахмет. Аз жұмыс жасалмағанына көріп көзіміз жетіп отыр. Жалпы қасиетті қазақ даласы қашаннан да қай дәуірде де белгілі шешелерге, данышпан ақынмандарға, батырлар мен ақындарға, балуандарға теңдей болмаған белгілі бар. Анау балуан шолақтан бастайтын болсақ, кешегі күш атасы қарымыз бар. Қарсы келген жауын алып шығатын алып күштердің иесі ғана емес, ол осы еліне, жеріне деген сүйіспеншіліктің бір көрінісі болатын істер. Қарым-қатынастың соғыс кезіндегі өз қаражатын самолет жасатуы, соғысқа жіберуі. Солардың жалғасы іспетті осы 70 балуан. Енді бізге бұған дейін беймәлімдеу болып келген тұлғаны қашан қалай табылғандығын жаңа Қазбек ағамыз тапқандығын айтып өттіңіз, бірақ біздер сол толығырақ сұрағымыз келіп отыр. Бұл жайлы тарихи деректерді ендеше келесі сөзді аймағымыздағы тарихи тұлғаларымыздың ақтарымыз ашып жүрген тілші, шежіреші, тарихшы ағамыз Қазбек Құттымұратұлына береміз. Негізі бұл құлпытастың оқиғасын жантасына биологиялық жаңа бізде айтып өтті. 2012-2013 жылдары іздеп барды хикаясын. Енді менің ойлаймын, мына 70 балуан бір бағы бар адам екен, атамыз екен. Себебі қаншама құлпытастар оқылды, мыңдаған құлпытастың санында болды, жазылды оқылды. Аты кейбіреу оқылады, кейбіреу оқылмайды. Оқылған күнде де тек қана аты жөні ол сөйлемейді, дерек бермейді. Себебі ол туралы қосымша мәліметтер болмағаннан кейін. Ал мына 70 балуан атамыз тұрған әуелі нақты еместігін тұрған кейін тұрған жердің құлпытасын іздеп барған кезімізде ол құлпытас оға күнде, жерде, әлгі қақталып, құлап түсіп жатыр екен, сырып жатыр екен, жазылуы оқылмады. Сонша кезінде іздеп барған кезімізде жазуын оқи алмайды, жобамыз қана көріп, аты жөнін нақты оқылмағаннан кейін үлкен өкінішпен кетіп едік сол жерде. Бірақ Құдайдың кереметі жаңа журналда мақаламыз жазып елге жариялағаннан кейін сол атамыз туралы мәлімет беретін адамдар да табылды. Және сол құлпытастың бұдан бұрын білінбей тұрған кезіндегі фотосурет табылды. Сол арқылы жазуды оқып түгел қалыптан келтіріп, мәліметін анықтап, жаңағы шындығына бақытты кейін ұрпақтан кейін жеткен адам екенін көргеніміз сол. Бұдан кейін енді бұл осының ұрпақтарын өзі жаңа айтып өтті. Ғаппас Жетпісұлы осындай енді мына жерде ортасында тереңірек зерттеді. Ғаппас Жетпісұлы ұрпақтарын айтуы бойынша Францияда білім алған. Сорбонна университеті деп айтады. Ол өте төңкерістен бұрын терең білім алған, санаулы қазақ тілінде алған біреуі. Қымбат сарайшылардың үлкен қайраткерлерінің бірі. Мына жерде біздің тарихшы ғалымымыз, тарих ғылымдарының кандидаты Әлия Байбосынова деген тарихшы болды. Ол кісі қымбат сарайшылардың қайраткерлерінің кітабын шығарады. Сол кітапта да осы Ғаппас Жетпісов ең көрнекті орынның біріне алайында отыр.
сондықтан мұндай тұлғалардың ісін халыққа қылған еңбегін ұмыттырмай ары қарай жалғау әрдайым әр заманда насихаттап отыру өте керек. Сондықтан мен жолдасым Нұрлан Мырзаның әрекеттеріне өте ризамын. Осындай бастама жалғасын болсын. Біздің өңірімізде жазушылар өте ел ішін еңбек еткен тұлғалар өте көп. Олардың деректері де бар. Сол мынадай керемет жұмыс жалғаса берсін деп ойлаймын. Және өңірдің басшылары, осы жерде отырған кетіп қалған басшылар хаттарға жіберейік, қолдай берсін. Жақсы. Bizim ortamımızda ayda keluvimiz ulес қосқан азамат, Қазберияға сіздерге ағаттық рахмет. Сонымен қатар қосымша айтып кететінім бұл Жетпіс Бақтыбайұлы қазіргі Ақжайық ауданы Өтек Сайылық елді мекендері жағында ең келген адам. Жалпы Ақжайық ауданына әкімшілік тұрған болатын осындай шара өткізген деп жатыр. Сол кезеңде біздің қатысушы ел бойда сол Ақжайық ауданынан арнайы делегация жасап Сағаттай ағамызды бастап осы жаққа жіберген көп рахмет. Екінші кезекте Жетпіс Балуанның жүлдесіне жер алған кезеңде жерінің алған жерінің аумағы қазір Қаракөл ауданының шекарасында жатыр. Сонда Қаракөл ауданына да біз хат жіберген болсын. Одан мақсат үлкен сәлемдерін айтып, олар да осы жақта мәдениет бөлімінен, ішкі сырт бөлімінен, сақтандырған мамандарды жіберген екен. Арнайы мамандарды жіберіп осы шараға үлес қосқандар үшін біздің ортамызда жетпіс болғандай асылдың сыңғыра алтынлығындағы балуанның атауы ұрпағы келіп отыр. Келесі сөзге деген бұл кісілеріміз келіп отыр. Серік аға отарға сол қош көрдіңіз ақ. Мен аты-жөнім Мұхтар Ескерек. Мен мына жетіп қалғанымыздың алып келген жерінде төгілсін адамды. Мен кішкентайыммен баламызбен құлағына сіңген осы әңгіме аңыз дастан сияқты бабамыз жөнінде әкеміз бүгін үстелдің бәрінде аңыз дастан әңгімелеп отыратын. Осы болған арқасында осы көкөлекке келдік. Анау қайықтың жағасында тұрып еді, сол жерде Қазақстан таяқ жеп, қалай кісілеріміз жапқа шекті, өліп кетті. Осыда келіп көзімді ашып кетіп айтады. Оларға кез айтқан болған, оларға бабалар айтқан болған. Сөйткен аңыз әңгіменің өзіне бүгін шындыққа айнып, Құдайға шүкір, мынау бауырымыз жартастың арқасында кітап болып шығып халыққа қарсы. Мынау Сыпанқұл дейтін пәлеге біздің бала-шағамыз әбден бауыр басып кетті ғой. Одан қалай айырып алуымыз керек. Құдайға шүкір осындай шығармалардың арқасында, ақын жазушылардың арқасында еліміз дөп кетіп, балаларымыз сауатты болып, спортпен айналысып, осы жетпіс бабасы сияқты еліне тәуелсіз Қазақстанға қызмет жасайды деп сенеміз. Дендеріңіз сау болсын, аман болыңыздар. Рахмет тыңдарыңызға. Рахмет аға. Ендеше бала тәрбиесінде еліміздегі бағалы еңбек болып отырған жетпіс болған кітабының тұсаукесер рәсіміне кезек берейік. Тұсаукесер рәсімін жетпіс болғанның аталып ұрпағы Сейфоллаға Құмарұлына және жетпіс болған туралы ақпарат алуға жеткізушілердің бірі болған Төлеген аға Сафоллаұлына және жас актер
болашақта жетпіс балуан сияқты болады деген жаңағы және кітапханамыздың жас оқырманы Әлижан Тұрғанова береміз. Енді сіздерге мына қайшыны береді, қайшыменен мына негізі сол кесіп кішкене музыкамен сопровождениесін берсе. Бүгін қонаққа қолдап қошеметтеп отырайық. Үлкендер артынан асықпай сұрақ жауапта сөз сөйлейміз деп жатыр. Негізгі рәсімі осы, жаңа мына Сейфолла Құмарұлы деген қол жағында отырған осы жаңағы топтасын толып берген бүкіл тарихи біздің жақта айтылған деректердің бәрі бұл кісі айтады екен, сол деректерді жеткізген адам. Ал мына менің оң жағымда тұрған төлеген Сақолдаұлы осы біздің бала кезімізде бүкіл деректерді бізге айтып жеткізіп жатыр. Артынан осы қазір кішкене сырқаттанып қалып сөйлемей жүр. Жалпы арнайы жыр шығарып, осы оқиғалардың барлығын жырмен де өлеңмен құрап берген біздің ағамыз, осы ескілікті әңгімелерді жеткізуші, біздерді тәрбиелеуші адамдар осы. Рахмет ағалар, аман болыңыздар, тойларыңыз құтты болсын. Жетпіс болғандықтағы ең оқырманы болып қалыптасып қатарында болсын дейміз. Ендеше жаңа сармай кеткенде жетпіс болғанның туған жері қасиетті Жұбан елінен, Ақжайық елінен арнайы келіп отырған қонақтарымыз бар. Алдағы жеріміз болса Ақжайық ауданының ең көзінің басшысы Иман Руслан Бірлесұлы және ақын Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Исағали Сағынтай аға орынбайұлы келіп отыр. Келесі сөзді Сағынтай ағамызға береміз. Қош келдіңіз аға. Assalamualaikum, ата-аналарымыз, егер жастар, және мына балапандар түсіріп отырған біздің елдің болашағы өзі салып кетілген жаңа кітаптың оқырмандары. Баршамызға мынау бір тамаша жиынның Жұбан елі Ақжайық ауданының төртшілік атынан және ауданның атқамінген азаматтарының атынан үлкен дұғай сәлем айтқан және құттықтаймын. Енді әңгіме болсақ, көрген жоқпыз. Ақжайық әлі жүрген кәсіпорын құлағында етсін. Біздің келіп отырған себебіміз бір жағынан мына мақтанышқа келіп отырмыз. Мына қандайғанымыз айтады, бір қанша мақтанымыз өзінің бір мақтанғанындай болмайды. Оларда біз бірінші мақтанышымыз, мына кітаптың авторы Жансыз Қауырмыздың ата-бабасының ата-бабасы атақты шейх Нұрбердінің ата-бабасы сол жерде медресе салып, сонау Мысырдан Ираннан ұстаздар алып өркениеттің ортасына айналдырған халқының мынаның ата-бабасы мен туып өскен Базаршөбе ауылының жеріндегі аты. Біріншіден. Екіншіден осы кітапты өлеңге айналдырып, мына жанр деген көп қой, әдебиеттің арасында мына Нұрлан Қуанышұлы бауырым, бұл да біздің қайда ауылының азаматы, Жұбан елінің атақты Жұбан туған топырақ жыланды. Егінен Жұбан елді сайқылық көбейді деп айтып жүрміз. Тарихи шындыққа келетін болсақ, тарих әдеби сүйегін бұрын ғой. Жұбан үнді қан тамған жыланды. Жұбан дегенде Қуаныштың үнді қан тамған жері. Яғни кітапты өлеңмен алған
қосалқы автодавады, табақтымен, ол да біздің әрі қалғанның оған ең азаматы. Бүйткен осы дегентерді берген, мына қашықта оңдарында отырған көбін Сепурға ағамыз, бұл бізге көптеген мондыректерді берген ескінің көйлегі шекті болғаныз. Мына бүгінгі қалған екі абыз ақсақалдың ортасында отырмын. Әлінде сұрап жатырмын, әлінде білмейтініміз көп. Ләйттің ғаламында 70 балуан саған әлі 69 балуан белгісіз болып жатуы мүмкін. Соның бәрін ашу, тарихты ақырындықтан ашу болып, мынау сізге отырған бүгінгі ұрпағымызға беру, біздің басын мақсатымыз болуға керек. Осы кітапты жазып шыққан авторлардың өзінде сол заманның жеті боласың, сол жеті болар іште бір қалқаман. Ал соның тарихының өзінде ашылмай ағымыз. Сонда 12 атаның тарихын тарату өткізді әлі қанша өмір көшу керек біз ұрпақтарымызда. Ет атасын білмеген жетесіз дейді. Ет атасын білсе осы балалардың бәрінде мақтан ететін балалар ертең арты табылады. Бәрінде мақтан ететін әмінлер табылады. Мақтан ететін жыраулар табылады. Табылып жатыр. Біз өлімді өздерін бұрын танып деген үлкен бағдарлама жасап, осыдан 10 жылдан асқан бұрын Дақтырай Қосбаев деген ағамыз тұрады. Жұбан елдің ортағы Шайқай ауылында. Қарбек ауылының құрметті азаматы, тарихшы, ритаршы, білім саласының ардагері. Мынау архив құжаттама қайдан алды екендер. Мұрабат дейме? Оның да ардагері. Басқа сөздің ардагері, атамның газеттері қайтып болған. Қазір 20-ға жуық кітаптарды шығарды. Сол Дақтырай аға екеуміз имам оғаларды зерттеуден бастағанбыз. Ол кезде телефонымызда жаңағы сөйлейтін жоқ, тек сөйлесетін байлар кіріштейме, сондай телефонымыз жоқ, бір жас көрсесін бар. Таңғалдырын болмайды, сонымен ғана өмір сүріп жүрдік. Фотоға, киноға түсіруге мүмкіндік болған жоқ, қолымызда оғалардың жаңағы көлеміменен биіктігін өлшейтін сайдының ғана қолдана саламыз. Олар басталғанымыз Беданның жансыз жандандырып, үлкен алапат жұмысты бастап кетті. Құттастарға бұл бөлімде жаңа сөйлеудің қазір Тұмаратұлы біздің басқаларымыздың басқаларынан бойынша тілшісі көп еңбексінеді. 70 балуан соның арасында оқыған құттастарының. Оның жағында жетілді, жансыз үлкен делегация құралғандырып, сайландандырып, кітап болып шығарып, солай жалғасып келе жатқан дүние. Бірақ біз сол кезеңдерде соған бір антишіне білмеген. Міне қазір мынандай балаларға арналған керемет комикс деген жаңа өтінжөлік, бұл біздің нұрын айналысыған жаңа жоқ. Комикс деген дүние ол жерде бермейді, ауған комикс бұл. Енді сол жаңалығында ес болып шықты. Енді драма, проза, сатира, поэзия барлығымен айналысады. Жақында жындандырудың күлемінден кітап шықты. Оны қоңсы өтмейді. Мына бүгінгі әйелдің фильмі бүкіл сатира театрlarına шикізат деген соның ішінде толып тұр. Оның біреуіне айтайын, былай дейді. Орыстар Россия мамушка дейді. Родина мать дейді. Ол біздің қазаққа келмейді. Себебі қазақтың анасы тек. Ал біз өмірге келген атамыз, атадан ата-бабамыз. Сондықтан атамекен. Қазақта атамекен болады. Атамекен. Қазір бірнеше атамекен деген өлең жазады. Ешкендер ән шығарады. Оған үлкен сарайын атын береді. Сондықтан біздің отанымыз атамекен, анамыз тіл. Мына Қыршекеттен Сағат Абдұғалиев деген ән өткен. Ол да біздің қайтарған биыл 70-ке тұрады. Анамыз етсе осы басқадан айын 22-сі білін. Ол сағатта мынандай бір екі жыл бар. Одан ана көрсеткен соң әкеліп, азаматтар азбай деген аты өтті. Сол кезде өте жаңағы немен келген, саясатқа жағында ашайып болғанмен, одан ана көрсеткесін әкеліп, бәрі әкеле келіпті. Азаматтар азбай деген аты өтті. Сондықтан да үлкен жетістік танимыз. Bizim Жұбан өзінде тек қана бізден алтай көп қой. Қарбек ауданының өзінде 45 кітапхана дұрыс сатты. Сосын мектептердің бәрінде кітапхана бар. Ал мынау деген керемет әрбір оқушының қолына ұстап қоятын нәрсе. Бұл тек бір рет алғаны.
дәл осындай жетістіктер өрбу жаңа Қазақстанда. Бұл жаңа Қазақстанда алғашқы қарағатты естей ұрпақтарымызды рухтандыру үшін, халық бірден сананы сергілеу үшін шыққан алғашқы қарағатты есептей, сондықтан құтты болсын. Енді екінші әңгімелерді сосын жаңа мені өлімді жолда беретін кісінің. Яғни баса алмаймын, компьютерге айналыспаймын. Осыны жантасқа деп айттым, бірақ жалпылама осы тақырыпта соны оқып жантасқа жеткізейін. Баба тарих белгіде ізі қалған, жоғалмайды жолында ізі бар жан, жоқ қырауды жазған соң тас маңдайға, тапқан ізі індету біздің арман, жайық бойы жағалай, оба қорған, талай елден табылмас мола қалған медресе мешіттің орындары әлі ұрасын алмайды жаралардан. Солар енді бүгінгі қалың қазып, таусылар ма аулын қараң жазып, айдалада айырылып шоқиям заман салған жарамды жалап жазып, зарланады санағын қорланады, заулап көкке шықсанды қомданады, кім табанын атағын алып ұшса, зау биікті мекенде сол қарады. Ел болашақ, сен мені танисың ба, шыдайсың ба шіренген пәрисіңға, із қалады артында іздегеннің, елдің де сол қарады тарихына. Аудандық мәдениет жаңғыртуының басшысы бүгін жас маман ініміз баламыз келіп отыр, соған елдің атынан көмесін дайындауға шақырылды. Оқырмандар үшін енді жандасқа өзіңіздің бала кезден армандаған өте көріп, естіген аңызыңызды көріп, жарыққа шығарып, оқырмандарға жол жақсылықсыз. Біз жуан елден келіп жаңа Асқанқайға бәрін жіктеп, тізбектеп айтып берді. Жуан елінен сәлемімізді әкеліп отырмыз. Осындай атамыздың барын аңыз емес, жаңағы шын өмірдегі мәнді шығарып, осы оқырмандарға жолға отырып кетсе, енді көп алғысын білдіреміз. Өте аса құнды дүние деп есептейміз Ақжайық ауданы үшін, енді Ақжайық ауданы үшін бүкіл Қазақстан үшін құнды дүние деп есептейміз. Енді сізге аудан әкімі Айгаш Шадиеваның атынан алғыс хат соны оқытайын. Құрметті Жантас Набиоллаұлы, сізді алғаш елуге тиісті еңбегіңіз 70 палуан көмегісінің тұсаукесер шарасын құттықтаймын. Өзіңіз туған өлкенің өткенінде де зерттеу жолындағы сіздің жанкешті жұмыстарыңыз жайық жұртшылығына жақсы таныс деп сөйлеймін. Кешегі кез заманда көмескі тартып, аты аталмауға айналған сіздің араласуыңызбен арамызға қайта оралған тарихи тұлғалар баршылық. Олардың біразы біздің жуан елі Ақжайық ауданынан екені бізге зор мақтаныш. Сондықтан сіздің өлке тарихын өркендетудегі өлелі істеріңіз даласы еді деп бек сенемін. Сізге алдағы күндерде де саулықты ғұмыр, сайқалы тірлік, зор шығармашылық шабыт тілеймін. Шығармашылығыңыздан ұлай шаттық шалқып, ұрпақ қызығын көрбек дейсіз. Үлгімді істеріңіз берекелі, келер күндеріңіз мерекелі болғай. Құрметпен Ақжайық ауданының әкімі Қайдар Айтмаханов. Келе қойса, сөзге түскен демедім. Allah razı olsun. Biliyorsunuz rızamız. Енді қазақ айтады ғой, қара сөзге жана алмау сөз дегеннен әрі әдебиет басқаларды бөлегімен де.
Ол сияқты жетпіс бала бұл поэтикалық туынды. Жаңа сағындай ағамыз комикс жанры бейтаныстау жанры. Ал тек қана сағындай ағамыз ғана барлығымызға біздің ел әдебиет үшін кенжелеу қалған шетелдермен салыстырғанда жанр деп білеміз. Осы жанрларды жамытып, жетпіс баланың мәтінін көркем тілмен, өлеңмен өріп шыққан маржан жырларымен жеткізе білген жанымызды азамат отыр. Нұрлан аға сәлем. Сөз кезегі өзіңізде аға. Армысыздар, құрметті ағайын. Осы екенді тоқсан осы екенді Ағайғаннан әңгімелерін басқа жағынан әргі заман парламенттер заманы парламенттердің ең басты сұрағы бұдан не пайда жоқ. Бұдан кім қалып келеді? Дұрыс сұрақ әргі заманда әргі заман үшін қай заман үшін дұрыс сұрақ. Сондықтан өзім ойлаймын бірінші тұстағы категория дейтін оқырмандар. Оқырмандар жас оқырмандар қалдырғанда және бұнда айтқанда оқырмандар және олардың адамға шығарылатын себебі олардың бұл жасы біріншіден олардың редактор. Басында біздер негізінде ойгерді тарих балдардың тарих үш әсіресе себебі балдардың жалпылама Римнің тарихын, Гректің тарихын, одақтың қазақтан тарихын ретіп, өкініш көрі өткен тарихын бесінші пирамиде пирамидалардың пирамиде орнысыз кейін дұрысында бала өзінің сегінің, көшесінің, ауылының айтқанда өлкесін тарих көрді. Соған біздер негізгі мақсат сол болғанын біздер мына бір оқпен бір ойымыз 2-3 байларды мақсат болдық. Алдағы өлеңдерге құштар ету, спортқа құштар ету, сосын басында жазғанымен бұл, спортмон деген түрлі тема алып сондай бірнеше оқиғаларды мақсат тұттық. Оқырмандардың біріне қарағанда, мағлұматтардың біріне қарағанда, бірнеше оқиғаны дәріптеген сияқты, соған қуаныштымын. Екінші категория тұста болатын ол мемлекет. Мемлекет деген мысалы абстракты мемлекет деген мәдениет басқармасы, Сайран Темірғалиұлы, мемлекет деген облыс әкімінің орынбасары, Бақытжан бауырымыз, білім басқармасының мемлекет деген осы кісілер, мемлекет деген осындай ұйымдар, бұлар деген мақсатта, бұл кісілер, бұлар мекемесі деген мемлекеттің өзінің саясаты бар, білім саласындағы саясаты, идеология саласындағы саясаты, денсаулық сақтау саясаты деген сияқты көптеген саясаты бар. Оның ішінде идеология болса патриотизм. Патриотизм деген ғалым сөз сияқты, ол қажет нәрсе, себебі соғыста бауырын айтқан сияқты, қару соғыспай идеология соғысады. Ол үлкен көрінбейді. Жауынгерлік маған тұрғызға. Осы тұрғын алған кезде бұл кітап мемлекеттік саясатын жүргізіп, идеологиялық тұрғыдан патриотизмге атсалысады. Екіншісі, баланың уақытын, осы уақытын кейін пайдалану деген нәрсе, осы білім басқармасы бар, ата-ана бар, бәрінің басына алып жүрген шаруалар, осы ішінде осы уақыт көбінесе спортпен отырады. Осы мәселеде осы мемлекеттік саясат баланы салауатты көбіне саласына тарту. Бұл тұрғыдан алғанда біз осы кітап бұл да мемлекеттік саясатты жүргізіп отыр. Енді айтқанда тәрбие, білім, ұрпақтар сабақтастығы сөз бар, қарапайым айтқан кезде әке мен баланың арасында ата-ананың баланың арасында қазір ата-ана жұмыстан шаршап келеді, шаршап жүрген кезде осы уақытты спортта бала солай тіпті дастарханын жасап отырған кезде ол да сотка ата-ана мен баланың арасында байланыс өте аз. Жаңа кішкентай кіші бір мини-спектакль жасап кетті. Үстінің өзі, оқытудың өзі бұл да мемлекеттің саясаты, бұл да мемлекеттің басқаратын мәселесі. Айтқан кезде бұл жерде еңбегінің бірінші оқырман тұста, екінші мемлекет тұста. Осымен айтқанда, осы шекет сияқты қарағанда, мемлекет ұтты, бала оқырман ұтты, жоқ менің ойланшы ойланды, жоқ жеткіз. Жеткіз болсалатын себебі үшінші категория бар. Сол үшінші категория тұста болмаса, үшінші категория олжа болмаса, бұл жақтап алмайды. Үшінші категория лақтылар.
автор тұста болу керек. Айтқанда шығару үшін оның барлық шығыны бар. Сурет үшін шығыны бар, сурет үшін еңбек өтірі бар тұрады. Сенбесеңіздер, сурет салғызып көріңіздер. Сурет үшін еңбегі бар, сценаристің еңбегі бар, басқа да баспаның шығыны бар, тағы басқа. Осы шығын ақталмаса, ол маяға қанша жерде еңбек тұрып тұрсын, қанша жерде оқырман тұрсын, ол жоба жүзеге аспайды. Одан екі жол бар. Біреу мемлекеттің қолдауы. Айтқанда мемлекет тапсырыс береді, айтқанда авторлар насихат қойып, қанша шығынға шығады, қаншаға тұрады, қаншаға деп болады, ең мықты сценаристі, ең мықты суретшіде, басқа қанша тұрады, жабылады, табыламыздан қаланғанға деп. Бірақ өкінішке орай мемлекетті бұл шаруашылықта ойыма емес, сенбесең өздері тапсырыс көріңіздер. Үшіншіден, бұл белгілі бір тәуелділік алып келеді, егер ұзақ шаруашылықтар артынан келіп тоқталар, сондықтан бұл жерде шешімі оқырмандар. Оқырмандар, қазіргі жағдайда кітапханалар, мысалы, осыдан мен бір жыл бұрын былтыр жолдан құрлықтар жаздым, суретші. Сонда бір суретші айтқан бар. Суретшіге деген елу миллион төлеп, оның картинасы сатылмайды. Сол сияқты авторларға деген ең үлкен құрмет, оны кітабы сатып алу. Кітап сатып алғаннан, осы кітап сатқаннан адам байып кетпейді. Мен жақында кітап шығарып, сонда кітабының өзі 3 мыңға жақын шығарып болды. Бір мыңға келген артық осы нәрсе кейін дегенмен авторлар коллективі пайдаға бату емес, шығынға батпау үшін жаңағыдай оқырмандар сол кітапты сатып алмаса, мысалы бұл жоба дейтін ешқандай бизнес болмай ақ қойсын, ешқандай жоба ол қаржы тұрған ақталмаса, мысалы қаржылықшы әкелетін болса, ол жоба ұзаққа бармайды. Сондықтан өзім ойлаймын, негізгі айтып тапқандар абылтқан сияқты рет басқармасынан қолдау беріп жатыр. Облыстардың орынбасары куратор біздің бойынша жұмысты қолдау беріп жатыр. Кейде білім саласында қорғанбас керек. Ол бізге жақсылық жасау үшін емес, айтқанда осы халық үшін, мемлекет үшін, идеология үшін, балаларымыз үшін, ата-анамыз үшін, айтқанда біз үшін, өзіміз үшін. Өзіміз үшін осылай кітапқа осылай қолдау болатын болса, онда жаңағыдай төрт құла тең болады. Сондықтан кітаптың айтқанда тағы бір жобалар болса деген болады. Жоба болады жаңағыдай оқырманның, мемлекеттің, авторлардың бәрі мүддесі ескерілсе, өзім ойлаймын, жерде осындай үлкен азаматтар орны бар, мемлекет жағынан, қалалар жағынан, кітапхана жағынан, кітапхана жағынан өзім ойлаймын, үлкен болады деп. Сондай кітаптар болып, Ажайып кітапхана жағынан да, қалалық кітапхана жағынан да, егер осы қалалық кітапхана аудан кітапхана жағынан мен өзім жақсы болып сезіп отырмын. Бұл айтқанда еліміздің ойлаймын, республикадан қандай да бір қаражат түссе, ол қаражат жастарсына қатарсан түспейді, ол келесі жобаны жүзеге асыруға үлкен қашан деп ойлаймын. Солай ойлаймын, оның ертең кәдіміз керек, солай болады төлеп, себебі сөйтіп адалдық деген азамат келіп отыр. Осы кісі батаға бастаған кезде қалтасына ешқашан ақша түспей, кешін соның үстінен сәл қосады да, ақшаны сәл білемезсің, күндері қосады да, соның келесі кітаптың күндерін болады деп ойлаймын. Мен бір өзіме бір ақша сұрапқан жоқ, жалғайтын осындай көп жобалар, көп ниеттен аясылатын себебі көбінесе қаржы мәселеге байланысты. Сондықтан осы жобаның ғұмыры ұзақ болу үшін осы мәселенің басқасында осы мәселеге қатысты азаматтар енді талпақтан адам оқырмандар тарапынан сатып алу жолында осындай ғалған идеяларды смартфоннан ашақ болу, тарихты білу, спортпен айналысу, жас оқырмандардың қосатын ең үлкен олжасы сол, төртінші категория. Сондықтан осы төрт баланың тең болсын, басын заман, болашағын жарық болсын. Рахмет Нұрлан аға. Өзіңіз айтып өттіңіз ғой, кітаптың ең басты насихатшысы да, сақтаушысы да, таратушысы да бұл кітапханашыларды. Аталған аталар Мұзафар Әлімбаев ақсақалдың айтқаны бар ғой, кітап беріп оқысын баланың қолына, малдаяма ілім беру жолына деп. Олар онсын жаңағы айтқан ескертпе ұсыныстары бар, осында құлағымызға алтынсаға деп түсінеміз. Ендеше келесі сөзді жаңа жетпіс балуан кітабының тұсауын кескен балуанның аталасы ұрпағы асылдың сынығы алтынның алдеміз
Сейфолдаға құмарлар сақарып беріп отыр аға, сөзге сөйлесіңіздер. Құрметті қонақтар, мен Сейфолдағына айтпақалдағы үйенді бойының думасын Ақтыбайдың белгісінен кейінге туыс болып келеміз. Бұлай түсіндіріп айтар болсам, Тананың Қақыман тайпасынан егер тайпасынан Рәулінің күнді атағынан күндізден Ақтыбай менің ең туғын менің бабағайым туған. Немері туысын мұнда ол сөйледі мұнда 812 жылы біреуі келді. Қанық деген жерді біздің Сайғыз қауымнан тайпаққа жүрген жолда құрда бітті алысын біреуі келген атамыз. Біз 1860 жылдан сонда Европа Азиялық кубокта орыс балуаны жеңіп, жаңағы айтылған мәлімет дұрыс жеңісіне жер алған, алтын, ақша, мал болған. Осы өзіне тірлікті бергенде жеті адамға қалады жер алады, жер алды атамыз. Сөздері жетіп, мұнда 897 жылы 3 баласы болған, бір қайбір қамбарыз, Айтжан, сосын үш апамыз болған, Рыцарь Қария Бела деген. Ішіндегі баласының ішіндегі ең оқытқаны ана осы кіші сұлтаны болыпты, маңдағымыз ашу уақыттардан оқатын Таукен деген. Соның баспалауының болуы 70 атамыз. Соның ұқтарымен баласын қапасты Сармонда Францияның оқуын, заң оқуын. Ол 12 жылдарда бітіріп осылар жағын. Осы жылдарда оқу Бельгиясының Башқұртстан соның прокуроры болады. Біз Ақтөбеге қарай келеді, 37-ші Ақтөбеден репрессияға түседі. Андай қағаз жаңалықтан бәрі түсірілсін статьяны 4 бабы. Сосын 29 статьяның 2 бабыменен ату жазына кесіп берді. 7 жылы мына Ақтөбенің шығыс жағына бәрі ташжолда тапқан. Сондай оққа кісі болған. Оны бір орыстың қызының себебі тергей берді кісі тұрды. Сабасы. Сондай жанұя істегі қатысып берді. Забайкалье, поляк приедет. Какой клуб, он прям полгода. Второй раз журналисты задали 5 туз. Там пожар был, Рахмет, Сейфолдаға қабыл болыңыз. Енді жер мәселесі қабыл заманымыздың қазақтың ең жағымды мәселесі ғой. Анау алла жағасы ахаңның өзі Ахмет Байтұрсынұлы жер мәселесі қазақтың өлі тірі болу мәселесі десе алаштықтар жер және жер отан жер жатқа жалға да берілмейді сатылмайды деген ұстанған өздеріңіз жақсы білеміз. Ендеше келесі сөз кезегін осы кітапты шығаруға белсене атсалысқан қосалқы авторлардың бірі Елдос Нұрбекұлына беріңіз келеді. Құрметті сәттілігімді Балуан повестінің кітабының ашылуына келіп отырған қонақтар тәртібеді. Осындай жақсы адамдарды көргеніне өте қуаныштымын. Сағызбай ағамыз айтты, біздер Сұлтан бес баласының біреуі Қаман. Ол Қаманның өзі жеті бауыр деп аталады. Сол Қаман деген бір бөлігі. Жетіге бөлінетін болса, Қалқаманның өзі тағы да ары қарай жетіге бөлінеді. Бектоғыл деген ішінде Бектоғыл деген атасы бар. Қалқаманның ішінде сол Бектоғыл ішінде Жәнібек деген Қосбек Қосбек деген Салшыбек қасым жауықтырған ағам Нәсіпқали деген ағам. Ол кісіде осы Бектоғыл атаның бөлігіне қарай былай қарағанда бұл кісілерге біздің әкелеріміз үшін екінші жағынан қосылады. Бұл кісілер басқа да Бухиорда жағында қалған Бухиордадан жаңағы негізі тайпақтан қалған ғой бәріне. Тайпақтан Бухиордаға барған қалғанбыз, Бухиордадан кейін полигон болғанда бұл кісілер Қазталов жағына көшкен. Осы Батыс Қазақстан облысының аудандарын кең жайлаған қалдық. Сонда мысалға біздер сол жетіге бөлінсе, оның ішінде тағы да жетіге бөлінсе, оның ішінде төртке бөлінсе, сөйтіп есептегенде 200-ден бір бөлігінің өзі мәлімет бөлігіне келіп отырған қос бөлігі жер алды. Ол кісінің өзін білеген ағамыз жазды. 2009 жылы жазған кезде мыңнан астам адам ер азаматтардың
негізі әйел адамдарды қосса одан 4 есе 5 есе көп болып кетеді. Сонда азғантай шағын бөлігінің өзі әйелдай бір аудан екі аудандың халқына қатысындай болып тез көбейтілген жұрттың көпшілігі соны аңғармай, байқамай, сынамай ой осыншама халық бір істен қарауы мүмкін емес қой деп есептейді. Санып бір деген соң яғни бір кішкентай баланың әлеуметтік желіге шығып жылап жатырған суреті шықты екі еселене беретін есепке байланысты. Мына қазақтың шаруашылығындағы мал қой дейтін өте көп көбейетін түрі екі еселеніп көбейе береді. Сонда 10 жылдың ішінде жатып қалған бір топты мыңғырған бас малдай қалған деген қазақ тіліндегі сөзді бір кезде талдаушылар бұл бекер болатын әдіс мүмкін емес бір топты орысында мыңдай қалған болса бәрі дейтін бекер болып кетпей ме деген тәуелсіздік кезінде бір талқылау болған. Өте қанат деген жазушылар Шындап да есептеп қарасақ, бір жылдың ішінде қой 2 болған, 2 жылда 4 болған, 3 жылда 8, 4 жылда 16, 5 жылда 32, 6 жылда 64, 7 жылда 128, 8 жылda 226, 9 жылda 312, 10 жылda 1024 болды. Және ол деген қой өте тез көбейетіндігі сол, және тіпті шын мәнінде құрамдар көбеюінің негізгі болатынымыз. Қазақ болса сол демалыспен негізгі. Енді оны неге айтып отырмыз себебі біздің қазақ халқы өте есепке жүйрік болған, әрі бірден осы цифрлық технологиялардың негізі екіге көбею біздің жер бетіндегі адамдарды білетін ең үлкен көлемдердің бірі күн системасы. Күннің өзі 88 рет қақ бөлсе, біздің мына қаласақтың бір нүктесін қағаз бетіне салғандай болып 88 бөлгенде сондай болып қалады екен. Ол сияқты жетпіс балаларымызға жаңағы бір ойын терісіндей ғана жер беріңіз деп сұраған өтініші ол осыған ұқсас математикалық есеп бар. Бұда бір рет атып қағазды адам өтіп кететіндей етіп кіруге болады ма деген сұрақ қойды есеп математикалық. Балалар енді сөздің мағынасын қанша түсінбек екенін соны тексеруге арналған есепте. Сол есепті ертеректе осыдан 15 жылдай бұрын өзім шығарып оқушыларға кейін көрсеттім. Осы аңызда айында мисалдай бұрынызға жастар болды. Сол кезде мен 40 жас тойламай, бірақ та өзім жасаған еңбектерімді қорытындысы шығарып беруімдеп осы шығарған өткізді. Сол кезде мен көрсеткенде Дариға Ғазезқызы деген ақын апайымыз бар. Сол кісі ұнатты математикалық есепке байланыстырғаны жақсы екен. 70 балалардың соны қабарып отырған жақсы екен деп. Негізі жұмыс терісінде жерлегі біздің жалпы әлем әдебиетінде осыдан 2003 жыл бұрын әңгімелерде айтылатын негізі. Ол келген адамдарға, орташыларға мәдениетінен танымы қандай екенін көрсетуге арналған сұрақ деп ойлаймын. Себебі Шешенстанға бір кездерде Кавказды жаулауға орыс орташылдар империяға барған кезде 1800-дің аяқ шақтарында соларды талай командирге ұстап алып орыстың әскерлерін сіздер не үшін соғысқа жібересіздер дегенде біз сіздерге мәдениет әкелеміз дейді. Орыс әскер солай жауап береді. Сосын жаңағы дала командирі сіздің ең таза деген бір солдатыңызды шақырыңыз бері қарай шақырып солдат келеді. Өзінің де сосын сондай бір-екі әскерін алдырады. Арасында жаңағыдай сол шешендің әскерінің аяғын шешіп қараса, аяғына сыздырды. Скалиттің жаңағыдай бизнес сияқтап қыздар болып себебі дәрет алып бес уақыт менің таза жүреді. Енді жаңағы орыстың әскерінің етігін шешіп қалса, үйде отырған адамдар иісінің ертешілігінен адамды шырай алмайды. Сонда айтты, сіздер бізге қандай мәдениет әкелейін тұрсыздар. Біздің мәдениетімізде бар деген сияқты. Ол сияқты ежелден келе жатырған өтпесін ежел деген әңгіме мәдениетке әдебиетте бар. Бірақ қағазбен қайшымен түріп жасауға болады. Жаңа кісілердің уақыттарын алмай деп мен сондай тәсілмен түріп қойдым. Осы атып қағазды. Бұны қарайсыздар, сондай кісі мына бір адам түріп дәрежелерін қадап сиып кетеді. Оны өте жіңішке етіп келетін болса, осы залда отырған халықтың бәрі сияқты мемлекетке ұстауға бір атып қағазды. Ал оның қасында өзінің ірі терісінен тас қалай жасайтын болса, төмен қарағандар өзі машинамен өлшеп шыққан ғой, негізі 83 жылы атамыздың отырғызып алып, Сақол атамыздың өлшеп шыққан. Сонда 11 километр 800 метр деп айтты.
сол өлшегенше қосылып. Яғни бұл айтып отырған әңгімелердің бәрінде астары бар, біздің көне мәдениетімізбен байланысы бар. Сондықтан осындай тұстарында есебіне қатысты жерлерінде біліп отырған жерде ойлаймын. Енді Нұрлан қазір ағамызға рахмет айтамын. Жалпы осы енді 10 жыл бұрын Facebook әлеміне кіргізген осы кісі енді өз басым осы Нұрлан қазіргі артық ағамыз деген кезде күрекші ағамыз дейді ресейден келген кезде сапты Қазақстаннан саптай оятты Совместный деген сөзбен совместный ойын осы болып шығарттым. Ең бірінші менің оқығаным сол әйтеуір соған жаппай 2 сағат күнде болған ғой. Сол жаңа жылдамдығы үшін тілеуімді жараттан таяқ айтты ғой, басқа көп нәрсені қозғап жіберді. Рахмет бәріңізге. Енді келіп алыстан жақыннан арнайылық келіп қатысып отырған құрметті қонақтарымыз көп. Сондықтан да келесі кезекте біздер еркін микрофонға бергіміз келіп отыр. Жалпыда осы 70 болған кітабын оқып отырған кезде менің өзіме ойыма Лев Толстойдың адамға қанша жер керек деген әңгімесі оралды. Бірақ бұндағы кейіпкерлердің көзқарасы ұстанымы екі басқа, мүдделері де бөлек. Сіздер осынау 70 болған кітабына қатысты не айтар едіңіздер, қандай пікір білдірер едіңіздер? Лев Толстойдың кітабы айтылсын жаңа, онда жерді өрмеді, жерде ынтап өрмен анын айтады ғой. Қамсы жерді жүріп өтесің, сондай жерді алысың. Енді бұнда мәселе басқаша болды. Енді 70 бауымызды шешілді, білеміз. Кітаптан оқып біліп, кезінде қимақпен бірге кетесіз. Соның жерлересін оқып танысамыз. Бірақ енді мәселе оның тәрбиелік маңызында болды. Егер енді келдікте аязбен шешеді. Болмаса қолдан батырын оқып. Болмаса заманымыз үшін елдерді соларын оқып өскен балаларымыз. Енді заман өзгереді, адам өзгереді. Соған байланысында 70 болған деген кітаптың өте актуалдығы бүгінгі көрініпті. Сондықтан авторларға көп рахмет. Мынау кейінгі ұрпақ тәрбиелеу үшін осындай жаңа интернет заманында телефонға байланып отыратын заманда балаларды қызықтыруға, оларды осы кітапқа оқуға үйретуге үлкен септігін өткізеді. Сондықтан да тек қана сіздерге табыстаймын, шығармашылық табыстарыңыз мол болсын. Осы кітаптың тәрбиелік мәні өзінің қолданушыларына тезірек жетсін деген тілегім бар. Рахмет. Сіздерді құттықтаймын бұл кітаптың жарық көргенін. Мен бұл кітапты бір тұсын өрбітейін деген. Әрі инженер ретінде, әрі қолөнерші ретінде. Өзіңіз таныстырып өтсеңіз алыңыз. Есім Светланова, осы өңірде қолөнермен айналысам және ұлттық рухани құндылықтарды насихаттаумен айналысам. Жаңағы айтылған өгіздің терісі, оны біздің жақта жоқ, бірақ мысалға Түркияда бізден мысалға алынған шикізат ретіндегі теріні кәдімгі технологияда былай жасайды. Бір енді жалпы тілмен дәлелген бір тұнбаға жаңағы химиялық құрамы бар белгілер. Неге орналастырады, ол жаңағы өсіп шығады. Жаңағы бір тері биік болып өсіп шығады. Сосын оны тілет жаңағыдай ортасынан. Сол кезде дублер шығады. Сосын әртүрлі жаңағы пласттардан замш шығады, кожа жасауға болады. Яғни ол целый технология айтқан. Яғни тері өндірудің үлкен бір технологиясы. Яғни
мына кітапта тек қана спорт жағына немесе математика жағына емес, бұл кәдімгі инженерлік өндіріске де бір түрткі болады деп ойлаймын. Сол жағынан бұл кітаптың кішкентай ғана болғанымен салмағы үлкен екеніне мен де бір факт ретінде айтамын. Рахмет көп. жан-жақтан жолы мамандар өзінің көргендерінде өзінің көзінен өз рахатын қараған кезде шын мәнінде көп нәрселерді аңғарып байып отыр. Қосымша айтқым келеді, осы жерде Қайрат Кесімәлиұлы орталығы театрының директоры алдағы уақытта осы Кетіс Палуан кітабының желісінде театрларға қойылып қоямыз деп жоспарлап жатыр. Сондықтан тағы көп алғыр өтті, әрі қарай жалғасын табатын сенеміз. Сонымен қатар біздің ортамызда қазір елімізге белгілі адвокат Таузал Құспан ағамыз келіп отыр. Өздеріңіз білесіздер, осы біздің өңірімізден басталды кәсіпкерлік маркасы деген жоба ашып, соның шеңберінде өте көптеген инициативтарды шығарып, ғалым қорқалық рухани сусындатуды өлшеусіз еңбек етіп жүрген азамат. Қазіргі таңда салада соның ішінде кеше қаңтар оқиғасында көп мәселемен айналысып жүр. Сол қат-қабат жұмыстармен жүріп, осы жақында іс-сапарда болып, осыдан келген бойда осы біздің шарамызға келіп отыр екен, өте қуаныштымыз. Қош келдіңіз, сізге сөз кезегі берсек. Рахмет, шынында да бұрын ғана осы астанадан келіп түсіп отырмын. Жалғыз келген жоқ, осы өңірімізге белгілі спортшы, мына Жетпіс Палуанның қазіргі ізбасарларына өте болады. Мұслим бұндағы адамды білген, осы жарып алып келу керек, ойына түспей алып тұр. Жаңа айтылып жатыр, осыдан 9 жыл бұрын ең алғаш Әлдиден Әбісқали деген үлкен еңбекті қолға алған кезімізде, мен өзіммен айналысамын оншалық тікелей. Біздің ұйымдастырушылық жұмыс болды. Алматыда ғалым жігіттер, жас жігіттер осы жас ұрпаққа қалай қайтып, салт дәстүрімізді, әдет-ғұрпымызды қалай қайтып насихаттаймыз деген үлкен жұмыстың дөңгеленінде топтастық. Сол кезде бір қызық жағдайдан Сәуде аға, сіз бүгін сізге таныс болады, таныс болмас. Біздерді қазақта сөз болмаған, қазақта ең көп ақын көп деп жүрміз ғой. Мына балаларға арналған тақпақ, өлең сияқты еңбекті жинастырып бастаған кезде бір қызық жағдай тап болды. Балалар ақын жоқ деп бізде. Орыста мысалы үшін Самуил Маршак деген ақын болған, ақын өткен. Оның тақпақтарының стишок дейді, стихотворение керемет соншама ол балаларға өте ыңғайлы екен. Балаларға ыңғайлы түрде жазылған, балалар оны дейтін жаңағы тақылдап тұрып жаттап алып, және осы қаншалық тегіс үкіметтің алып өтпейді, орыстың үйренуге сол жағдайын өздерге ықпал етті деп ойлаймын. Жаңа дұрыс айтты, біз жаңағыдай қауіпсіздіктегі мәселе жалғастырып айтып кетті ғой, қарумен ғана қорғамаймыз қауіпсіздікті. Негізі мәдениет қой, ең үлкен қауіпсіздік. Сол кезде біз осы жағдайға таңғалып, жаңа Қадыр Мырза айтқан бір өлең тауып аламыз, Жәңгір ақыннан бір өлең тауып аламыз. Бірақ бүкіл өмірін балаға арнаған ақын немесе ғалымдар жоқ екендігін көзімізбен көріп көрміз. Енді оны не үшін айтып отырмын? Мына Жетпіс Палуанның мына еңбегін қарашы, жұп-жұқа, кіп-кішкентай, салмағы жоқ. Ал осының артында жасалған еңбек жаңа көзіміз көріп отыр. Атам түйеді жүк болған еңбек қаншама ізденіп, анау далаға бар, оны жаңағыдай іздеп, тауып, сөйтсе ол болмайды, сөйтсе ол біреудің суретін тауып алып, сол суреттен оқып, ал қаншама еңбек жатыр. Ол журналға жариялап, туыстарымыз деп деген сияқты. Сөйтсе жаңағыдай Ғаббас 70-ті айтып өттіңіздер жаңа. Мен енді жаңа әркім өз мамандығына сәйкес айтып жатыр деп жаңа Светланаға жақтас айтып қалды ғой, мен енді заңгер болғасын бұған да тоқтала кетейін. Ғаббас 70-і мынау алаш заңгерлер деген кітабын жазып жатыр, енді айтатын үйдегі ниет болды, былтырдан айтып жатыр, ән шығады, мен кітабын ән шығады деп. Бірақ бір қызығы алаш заңгерлер деген еңбек жазып жатқан кезде 80-ге жуық заңгерлердің осы 20-шы ғасырдағы өмірін зерттеп шығарып отыр, топтастырып ондай дүние өзімізде жауап көрмеген. Соның басым бөлігі біздің Оралда шыққан. Қазақстандағы ең алғашқы маманда, жалпы ең көп мамандық иелері Қазақстанда бірінші заңгерлер болған, екінші дәрігерлер болған. Сол заңгерлердің
енді 70-80% осы орандан шыққан. Соның бірі жаңағы Ғаббас Жетпіс айтып отырған. Жаңағы Жетпіс баланың ұлы. Ал енді соның өзінің жаңағы архивінен жартастармен сұрап алып отыр, семья Бақсов көрсеткен ғой, осылардың құжат түрінде. Яғни бұл адамның өмірден өткендігі факт, бұл адамның болғандығы факт, жаңағы жасаған ерлігінде тайға таңбаласқандай анық. Бірақ бұны тарихи тұрғыдан біз күрделі еңбек қылып, балаларға үйрете алмаймыз, балаларға оны ұсынып, бойларына сіңіре алмаймыз. Заманына қарай амалы дейді, осы заманына қарай амалын қолданылған Жантастың еңбегі, мына кітап қанша кішкентай болғанмен, бұл өте үлкен екендігін біз түсінуіміз керек. Сонымен қатар Нұрлан Сәйдір ағамыз өте дұрыс айтып кетті. Бұндай еңбектерді біз қолдауымыз керек, қолпаштауымыз керек. Мен енді мына шетелге көп жүретін азаматпын, осы Оралда тұрып жатсам да, қонақ ретінде бір анда-санда кетіп кетеді. Сонда мына қай жерге бармаймын? Москвада, Лондонда болдым. Сол кезде мына кітап дүкендеріне бас сұғам, осы салада не өзгеріс болады. Болмаса тағы да бір қызық жағдайды айтайын. Мына шетелде Европада адамдар көбіне метромен қозғалады. Көлікпен жүрмейді. Сол метрода шайқалақтап кетіп барып кітап оқып жатқан бір адам. Күні көріп сондай жағдай. Парижде де, Лондонда, қай жерде де, Москвада да солай. Соған байланысты біз қазір өзіміздің балалар кітабын шығарып жүрген кезде ата-аналарға бір сөз айтамыз жаңағы. Сендердің қазір смартфонда отырған балаларыңызды ертең кітап оқыған балалар басқарады дейміз. Осы нәрсені бәрімізде көкейімізге тауып алайық. Енді практикалық маңызы бар. Балаларыңыз жаңағыдай елдің артында қалмасын десеңіздер, баласында отырған ата-анамыз, немере өсіп отырған ата-әжелер бар осы жерде. Ал балаларға кітап оқыту керек. Ал бірақ кітапты мәжбүрлеп оқыта алмаймыз. Оның амалын тауып отқан қазір ең тиімді амалын тауып отқан. Осы Жантас. Сондықтан Жантас сияқты азаматтарды бәріміз қолымыздан келгенше қолдайық, қолпаштайық. Нұрлан Сәйдір ағамыз айтқандай, ең болмаса ақшамыз шығарып жаңағы сатып алайық. Рахмет. Осы кітапты оқығаннан кейінгі жаңағы Ақмоншақтың баласын жаңағы видеода кім қарап жібердіңізші? Жетпіс балуан өсіп қайтып осындай. Біреуді жетпіс балуанмын деп айтады өзі. Бойы осындай айналысу керек. Керемет кітап екен, иә, Ноя? Иә. Енді әр автор өзінің кітабын шығарған кезеңде өзінің оқырманын іздейді ғой. Бірақ менің оқырманымды көрдіңіздер ғой қандай екендігін. Мен осындай оқырмандармен мақтанамын. Алла қаласа осылай ер жеткеннен кейін осы бүкіл біздің елімізді жақсы жолға қарай әлі де дамытатынына мен нанып сенемін. Баяғыда бір тентек айтып еді, Албан деген төбелестің құрғанымыз olur. Анда-санда келген төбелестің құрғанмай, жаңа елді микрофон дегенсің, ойына ой түсіледі, ой түртіп тұрады дейді оған. Жаңа айтым азан айтты ғой, балаларға түгелдей өмірдің ақын жазушы болу керек деп. Балалар болса, немесе ақын болу оңай нәрсе емес, егер оңай болса бәрі де балаларға жазып кетер еді. Егер де балалар жазушы саналы болатын сондықтан қадырдың ғана екі тоны бар. Бұнысы қоңырау алтын екен. Қасықта қосқанды қараған балалар ақыны жоқ қазақта. Сондықтан Жантас айтады, Жантас оқырмандар осы шамада оқытады. Сосын мана қаншама дәрігерлер, заңгерлер әркім өз саласын, жаңа жерде қызымызда өз саласы бойынша түсінік беріп жатыр, жаңағы қалай ана теріден. Бұл жерде үлкен саясат бар, ол кісінің 70 балуан деген надан қазақ деп бізден айтып жүрді ғой. Ол анадан қалай шығару керек, қағазды көрсетіп жатқан. Ол бір теріне бара алып деп мазақтау жатыр. Ол жерде саясат бір жақтан технология, үлкен математика жатыр. Мінекей осының бәріміздің балаларсын тұрып, Ақмоншақтың Ақмоншақтың барасың ба? Видео айтсаңыз, Ақмоншақтың барасың ба?
Сондықтан міне нағыз оқырмандар осылар. Осылардан соларға арнаған кітап осыдан бастап оқыса, қалғандары оқып кетеді деп ойлаймын. Сосын бір ұсыныс бар. Қазір екі кітапқа бөле бастадық қой, Байкедей деген насыраттың несі бар. Ол ауру жасаған өлек дейді. Сол байлардың бәрі баласы нағыз дүние көргеннен бастап той жасайды. Бір жасқа толған үлкен елесі, оған жаңағы қонақтарының балдарына апарып қойып, мына кітапты алып, тоқтап алып, сосын қонақтарына сыйға тартатын болса. Мына байлар, кәсіпкер, коммерсант адамдар байлар ойымыз байларымыз. Солар мен мысалға бай болсам, сөйтуім мүмкін. Расымен ал мүмкін кеткеннен. Нағыз есімен алып, сосын келген қонақтарыма сыйласам деп ойлаймын. Немесе туған күнге келген балдарға баласының туған күнге келген үйде жасайтын туған күні бар, оның 15 баласы. Сондайға біреуден беріп, сондай жолдан қарастырса, кітапхана 2 бастан алады оны. Балалар кітапханасы бар біздің облыста. Кемел сол оқырмандары бар, олар оқиды. Жаңа оқырмандарға мектеп алуы мүмкін. Алдыда балабақша жоқ, деген бір ұсыныс айтамын. Бұл енді сосын екіншіден айта кетейін, кім нормалдан айтты ма оған? Шынданбау үшін күлемін деген. Оны күлемін нәрсе бар. Керек болса нормалдан онда балаларға негізде жазып шығуымыз мүмкін. Facebook деген желідегі әдебиеттен деген бар. Желісінің өзі де желідегі әдебиет деген жанр пайда болады. Байқадың ба? Онда нормал пайда шығарады. Бұл әдебиетке назар деген жақсылар деген алсын. Сондықтан сол кітаптың екінші кітап, мынандай кітапты бір кісі шығара алмайды. Бір топтағы шығуы мүмкін, бірақ мынандай кітапты бір кісі шығара алмайды. Сондықтан суретші де болады. Сондықтан бір арбаяққа келіп, жуанға талғалар бізде. Соған келіп бір кітаптарын алып, кездесу, секторын ұсыныс бар, қалайсың бар. Құдайдан баласырсаң айта бересің, біз осылардан сұраймыз бәрі. Бір адамды қарсылық етпейді. Құлы, осы бір жаста. Сөйлемдерін сөйлесе алдын қарамай отыра береді. Сондықтан бәрі құтты, ардақ айналайын, сенің сөзін жырларға жүрдің ба? Дұрыс ескерту айтып жатыр, Ақманшоқтың баласы шығып қойды. Қазақтың оғында солай, бірақ мен қазір кітап сату кәсібімен айналысқаннан кейін әйел адамдарды жақсы көре бастады. Себебі кітап сатып алған кезде әкелері келмейді, міндетті түрде шешелері келеді. Және оқытқан кезде сол шешелері оқытып жеткізеді, әкелері соған тіптен мән бермейді. Содан кейін Ақманшоқтың баласы деп айта салған, ескертуім дұрыс, негізі әкесінің баласы ғой. Бұл жерде енді үлкен жақсы дәуір сарайында ұйымдастырып жақсы болып өткізіп жатыр. Осы бастамашысына ұйымдастыруға бізге оған айтқан, ұсыныс айтқан. Ұйымдастырып беріп жатқанда бұл жердегі әдебиет және тілдерді таныту бөлімі Орал қалалық. Сосын бұл жерде қалалық кітапхананың жүйесі соған қатынасып отыр. Көп рахмет. Тағы да егер еркін микрофон деп айтты ғой, қайнағалай өздеріңіз тілектеріңізді білдіреміз десеңіздер, Оға келген сияқты қой. Сөз еркіндікті жақсы көргенмен уақыт еркіндікті жаратпайды деген сөз бар ғой тағыса. Сондықтан да уақытқа да бағлай, ендеше осынау шарамызды ортасына беріп алып бар. Кішкентай Гүлдіршаға Қоскөлейк ауылдық округ осы 70 атамыздың алған кезіндегі тарихта сондай жер болып есептеледі. Сол себепті жаңағы аудан басшыларына жоғарыда айтып отырды, сәлемін жолдап осылай бізді жіберді. Мәдениет бөлімінің басшысының міндетін атқарушы Елжібек дейтін бауырымыз келіп отырмыз, қатысып отыр. Енді көп нәрсе ойға келеді. Жаңағы Сағынтай ағамыздың өлеңі, Елдос ағамның әңгімесі, Нұрлан ағамыз туралы әңгімелері бәрі ұштасып. Жаңағы Сағынтай аға біздер тарихты көп білмейміз екен, аршы болса қаншама дүние әлі жатыр біз білмейтін деп отырып, бірақ бәрін білгендей қылып жазған өлеңі маған қатты әсер етті, жан толқытатындай. Ішінде бір сөз бар екен. Заман салған жараны жалап жазып деген сөз. Бұл әңгіме осы 70 балуанның ұрпақтарының, одан кейін 70 балуан не болды, оның ұрпақтары не болды деген әңгімеге жауап беретін бір үлкен бір, оның ішіне бүгіп жатқан бір сырлы бір жол сияқты болып көріп тұр.
себебі дейтін 70-тің жаңағы айтты 3 баласы болған, Берқайыр үлкен баласы, Ғаббас 2-ші баласы, Айтжан 3-ші баласы. Ал Берқайыр дейтін баласы әкесіне тартып өте ірі алпамсадай болып туған, түрік келбеті бәрі 70 әкесіне тартқан дейді. Оны атты казактар басын шауып кеткен сол Сайғұттан. Жаңағы Сейфолла ағамыздың тарихы өте жақсы біледі. Сейфолла ағамыздың әкесі Құмар деген кісі, тағы 2-3 бала, бірнеше бала жаңағы жау болып ойнайды екен. Сонда бәйен басына бір өз басып алады Берқайыр деген атамыз. Сол жаңағы 70-тің ұлы. Енді жаңағы Ғаббас дейтін тарихы жаңағыдай 37-ші жылы Түйетөбе деген жерде Ақтөбеде атылып кеткен. Ғаббасты Хамза Есенжан Ақжайық деген трилогиясының кітабында осы Сүлеймен деген дербешіге айтады ғой. Сен 70-тің Ғаббасын білесің бе деп, ол бүкіл губерния ашы, жаңағы Алақанды жұмса жұдырымда губерния Башқұртстанды басқарып тұрғандығын соны айтып өтеді. Бірақ соңғы тарих өте қайғылы. Жаңағы Сейфолла ағамыз өзіне жас алып сөзінің аяғын солай аяқтады. Бүкіл ұрпақтарын тоз-тоз қылып жаңағы жүктейтін вагонға салып, Бурятия, Забайкал сол жаққа апарып тентіретіп лақтырып тастаған, өлімге апарып тастады ғой, бірақ содан өйтіп тірі қалып, жаңағы жараны жалап жазған жаңағы қасқырдың өтекке ұқсап, қасқыр ұқсап, әйтеуір самары жақпен айналып келген соңында өзінің еліне қауышып, осы бірер жыл бұрын ғана 70-тің Жаңғыр дейтін шөбересі дүниеден өтіп кетті. Сол кісілер кезінде 70-тің немересі, жаңағы Ғаббастың баласы Баязи деген кісі 27-ші жыл туған қарт, өте алып денелі алпамсадай. Сол кісіден видео материал алған, қазіргі таңда ол сақтап отыр, әлі жарыққа шыққан жоқ. Башқұртстанға барған әкесінің сот болып жұмыс жасаған жеріне барған, бәрі түгел түсіріп алдырған. Сонда дейтін жанрға байланысты айтылып отыр ғой, жанр негізгі ерекшелігі де осы жанрында, бұл еңбектің, комикстің. Бірақ та жаңа Елдос ағам айтпақшы, Нұрлан ағайын бір есіме түседі, Фейсбукта жазған, ламбадың билеп атқанын көрген бір кемпір тұр. Бұны атын ламбады деп атылмағанымыз болмаса кезінде бізде билеріп қой деп айтып еді. Сондай, бұл қалай болғанда қазақтан қылған өнер қызыл тіл деп. Осы заманға лайықтап рухани жаңғыруға да бәріне де жаңағы аңыз түгіл ақиқат дейді. Аңыз дейді болсаң аңызда келіп тұр, ақиқат дейді болсаң ақиқат, тарихи факт барлығы да. Сондай ұрпақты жақсылыққа тәрбиелейтін бір үлкен құрал. Енді мен осы өзіміздің Қаратөбе ауданында осы күні кеше ғана біздер еңсеп балуан ерлер клубы дейтін бір клубты құрып бастап жатырмыз. Бұған құрамында көкпаршылар бар, күресетін палуандар бар, елдің ақсақал ардагерлері бар, аудан басшылары бәрі осы ер азаматтар осының құрамында. Негізгі мақсаты осы ер азамат тәрбиелеп шығарып, ұлт тәрбиесімен айналысу деген мәселе. Осындай бір шара өтті. Бұл жалпы еңсептің аты кейін мәлім болып, Қайыржан Қасанов ағамыз кездейсоқ көріп қалып, Қаратөбеде шыққан палуан деп індетіп зерттеп қалғанда кісі оның түйе палуан екенін анықтап, еңбек жазып, одан 94-ші жылы екен, мына еліміз тәуелсіз алғаннан кейін елең алған қаржылық қиыншылықтар шағында ауданда республикалық деңгейде турнир өтеді. Сөйтіп еңсеп палуанның атағы жаңағы жақсы насихаттала бастап, одан кейін екінші рет, үшінші мәрте рет сөйтіп өтіп әр жылдарда қазір атағы еңсеп палуан, еңсеп Досқалиев атындағы талай турнирлер өтіп, талай жеңімпаздар анықталып, бір ғана адамның атыменен бәленбай ұрпақ осы спортқа, осы елжандылыққа тәрбиеленіп өсіп келе жатыр. Сол сияқты мысалға Қаратөбенің әншілерінің елі, Сауыл Мұхиттың елі, Ғарифенің елі дейді. Бір ғана Ғарифолланың әншілік өнері арқылы бүкіл қаншама мұхит өнерін қуған адамдар сан түрлі шығып жатыр. Жаңағы Қазмираға айтпақшы, 70 баланың маңдайына біткен бағыма ұрпақтарына осындай бүкіл тарих фактілер анықталып қалып жатыр. Мүмкін сондай бір миссия шығар ол кісіге. Әуелде жасады, одан кейін ары қарай жалғасып жаңа Сағынтай ағам әлі 70 болған сияқты 60 болғанды тауып болатын шығар жайттың жағасынан дедіңіз ғой, олардың бәрі ұмытылып қалды. Бірақ та сондай белгілі бір адамға жүктеліп миссия. Сөйтіп бір ғана жаңа бүгінгі таныстырылыммен жарық еткізіп, жылт еткізіп тәмамдамай ары қарай ұрпақтары, жерлестері оны жалғастырып алып кетеді деп ойлаймыз. Жаңа мен еңсеп палуанның тарихын айтып отырған себебім еңсептің жерленген, өкінішке орай оның қабірі жоқ Қаратөбеде. Украина қаласында шәһид болып сол жақта қалған сүйегі. Бірақ та Қаратөбеде туғандығы анық. Енді бұл жерде 70 балуан жерленген жері Ақжайық территориясында жатыр, кәдімгідей бәрі бар.
Енді сол ары қарай жалғасын табады деп есептеймін. Ел жанында ұрпақтары, жерлестері келіп отыр. Мүмкін жаңағы атын насихаттар үлкен спорт ғимараттарына беру, я болмаса көшелерге беру, я болмаса соның атында үлкен қазір заман тап ондай бір қиыншылық заман емес, турнирлер өткізу, сөйтіп насихаттау жалғасын таба береді деп ойлаймыз. Осындай бір жағынан ұсыныс қол айтып жүрген әріптестерге рахмет көп рахмет. Досына Биолғалға ендеше бүгінгі шарамыздың қорытынды сөзін Орал қалалық мәдениет және тілдер дамыту бөлімінің басшысы Қайырбек Серік Ерболатұлына береміз. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті бүгінгі іс-шараға қатысушылар. Енді бәрімізге белгілі Жантас Нәбиоллаұлы өңірімізде көптеген игі істерге бастамашы болып жүр. Оның ішінде мәдени, рухани істерді көптеп қолға алып жүрген азамат. Бүгін күніне 70 балуан кітабы жылдың жаңалығы болды десек артық емес. Өткен жылдан бері әлеуметтік желіде жарған беттеуге болады. Сондықтан енді бүгінгі салтанатты таныстырылымы құтты болсын дейміз. Орал қаласының әкімі Ержан Мұнайдарұлы Саттықовтың атынан сізге, сіздің командаға шын жүрегімізден алғысымызды айтамыз, құттықтауымызды жеткіземіз. Осындай игі бастамаларыңыз тек қана жалғасын таба берсін. 70 балуан кітабы серия түрінде ары қарай шыға берсін дейміз. Енді өзінің желісі бар, нақты аңызы бар кітап. Сондықтан бұл өскелең ұрпақ тәрбиелеуге өте пайдалы нәрсе. Енді шетелдің жаңағы ойдан құраған ертегілерін дейміз. Біздің қай ертегімізді алса да оның түп тамырында өзінің болған уақиғасы бар. Сіздің кітабыңыз енді ары қарай мультфильм жүзінде де жүзеге асырса, театрлық қойылым қойса да артық етпейді. Енді біздің тарапымыздан сізге қолдау көрсетуге әрдайым дайынбыз. Енді кітапхана желілерінде таратуға, одан ары қарай да бірлесіп сіздермен жұмыс атқаруға дайын екендігімізді жеткіземін және Орал қаласы әкімінің атынан алғыс хатын табыстауға рұқсат етіңіздер. Рахмет, құрметті қонақтар. Жолдың алыстығына қарамай, жанының жақындығынан осынау шараға арнайлап, алыстан шалғайдан, Ақжайық ауданынан, Қаратөбе ауданынан келіп отырған қонақтарға тағы да алғысымызды білдіреміз. Аман болайық, қашанда тек жаңа туындылардың тұсаукесерінде жолығайық, балаларымызды кітаппен тәрбиелейік. Ұсыныс болған кезеңде мына Альберт Төлегенұлы ағамыз келіп отырған. Осы кісіге бір сөз берсек, жаңа айтатын ойы бар екен. Бір ауыздар әңгіме айтайын, мен 70 аталыс туралы айтқымыз келіп отыр. Осы жасалған жұмыс туралы айтқымыз келіп отыр. Бірақ енді ол туралы енді жеткілікті айтылды. Мына ағаларымыз айтты, бауырларымыз айтты, шығарушы авторлар айтты. Сондықтан жаңағыдай мен осы үлкен еңбек, осы еңбекті жасап шығарған ұжым бар. Осы 70 балуан атамыздың ұрпақтары бар, жеткізуші, дерек беруші азаматтар бар. Соларға бір сый жасағымыз келіп отыр. Мынау үлкен жиыннан бұл кісілер жаңа олжалы қайтсын деген оймен Сейфолла ағамызға, одан отырған Серік ағамызға, сосын осы жаңа айтып отыр, ең мықты блогер, ең мықты журналист, ең мықты адвокат, ең мықты ақын достар жиналып отыр. Мына осы жерде енді кімге Нұрлан Сәдір досымызға, бауырымызға, одан кейін Қазыбек Құтмаратұлы осы азаматтар біраз жұмыс тындырды. Жалпы бұл жұмыс басы да емес, аяғы да емес, орта жұмыс деп ойлаймыз. Кезінде мына Ресейде 1850-1860 жылдары Могучий Куча деген өздеріңіз білесіздер. Анау князь Игорьді дүниеге әкелген, мынау Борис Годунов дүниеге әкелген римский карсографтар, Бородиндар, сол сияқты Аллаға шүкір, осы өзіміздің Оралда, осы өзіміздің бауырларымызбен, өзіміздің достарымыздан бір Могучий
көше құрылған деп айтуға болады. 10 шақты жылдан бері талай жұмыстың басын қайырды, бірге келе жатыр. Әлі де лайық жұмыстарын атқара берсін. Сол жігіттер бірге отырып, бас қосып, мына ағаларымыздың қасында болып, біраз деректер алсын деген оймен, үмітпенен осы жаңағы 4 азаматқа Ақжайық шипажайынан 10 күнге көтеркі сыйлау ұйғарып отырмыз. Осылай жаңағы жетпіс толған атамыздың еңбегі, сол кездегі алған жаңағы жүлдесі ол ақша алса да, алтын алса да болады, бірақ мына жерде ол тек сұрап тұрған жоқ, сонау орыс оязынан талап етіп тұр, жерді талап етіп тұр. Бұл халық жерсіз қалғаннан кейін сол орыстың патшалық жаңағы отаршы саясатының салдарынан болып тұрған нәрсе, әйтпесе шекесі шоқып отырса, ол ана жақтан бір жаңағы бөрісін тершін жерді не қылады, жаңағы ағайындарына бара жібер басартау қалмағасын, өзінің жерін сол орыстар тартып алғаннан кейін қазақ жерсіз болмаған. Бұнда жаңағы сол бір көрінісі де бір жағынан. Бұл үлкен талап, отаршыл неге билікке маған жер бер деген өзі үлкен астар бар. Сондықтан мынау барлығыңызға сәттілік тілеймін. Осылай жұмыстары көп құтты болсын. Жақсы, құрметті қонақтар, осымен бүгінгі шарамызды қорытындылайық. Енді 70 балуан кітабының басты оқырмандары бұл негізінен балалар, жасөспірімдер және жастарды білеміз. Жастарымыздың жас буынның санасын сілкінтіп, рухын оятатын туынды болатынына сенеміз. Елімізде 70 балуандар шыға берсін, соларды тәрбиелеп өсіруде бізде ата-ана есебінде бірге еңбек сіңірейік. Рахмет.